Bizge ешкім қарсы тұра алмайтын әлде түсінбейсіңдер. Экстремалды футболда ең мықты топ жел аяқтар екенін айтқың келіп тұрма? Иә, әрине, оны өзің де білесің ғой. Жақсы, мақтана берме. Қай топтың мықты екенін бәрі де біледі. Дель Тороның мықты екені айдан анық. Біз ең мықты топпыз. Не? Ойындарды қайта көрсеңдер көздерің жетеді. Егер нинзалықтарды жеңгенімізді ескерсек тағы бір ұпай қосылады. Жетер, Бруно. Бізге қарағанда 2 ойын артық ойнадыңдар ғой. Сондықтан ұпайларың көп. Ұпайда тұрған ештеңе жоқ. Барлығы да мына біздің, яғни жел аяқ тобының қабілетін жақсы біледі. Мүмкін, бірақ чемпионаттағы ең күшті топ қай топ екенін. Не деп жатыр едің, Бруно? Сен де үстіңді бұлғағаның дұрыс дегім келген. Міне, бұл біздің ең басты қасиетіміз. Бірлік әрқашан экстремалға дайын. Қараңдар, мұнда бір жағдай болған сияқты. Не болып жатыр? Білмейміз, қазір Полағай өзі айтып берер. Балалар, бәрің жиналған сияқсыңдар, енді мені мұқият тыңдаңдар. Таңертең осында келе жатып, көше шамдарының сынғанын байқап қалдым. Не? Ол ғана емес. Бақылау камерасын біреу әдейілеп сындырып кеткен сыңайлы. Қылмыстың түнде орын алғаны анық. Себебі кеше бәрі де сау тұрған. Сонда ол кімнің сандырағы? Жоқ, анықтай алмадым. Себебі олар түрлерін жасыру мақсатында бетперде киіп алыпты. Алайда, анықтағаным олар экстремалды футбол ойыншылары. Ағай, бұл іске біздің қатысымыз жоқ. Түнде жүруімізге ата-аналарымыз рұқсат бермейді. Я, ағай, айғағыңыз бар ма? Экстремалды футболдың ойыншылары екеніне сенімдісіз бе? Дәлел керек бе? Онда соңымнан еріңдер. Камерада бәрі жазылған. Мынау қылмыскерлер, олардың саны 5 болған. Мына бейне жазудан бәрін анық көруге болады. Қылмыскерлердің экстремалды футбол ойыншылары екеніне дауым жоқ. Анаған қараңдар, бақылау камерасы, оны сындыр тастай. Олар аяушылықтан папты. Камера сынғаннан соң ештеңе көрінбей қалды. Өздерін көріп тұрғандай. Олар кімдер екен? Өзім де біле алмай отырмын. Бетперде киіп алғандықтан нақты кімдер екен танымайсың. Бұл мәселеге бей-жай қарамауға міндеттіміз және оны өздерің де білесіңдер. Қылмыскерлерді анықтамайынша жарысты уақытша тоқтатуға тура келеді. Бұл әділетсіздік қой. Бұл қалай болғаны? Сайысты бел ортадан тоқтатып тастауға бола ма екен? Енді не істейміз? Қылмыс жасағандар өз еріктерімен мойындасын. Меніңше қылмыскерді бәріміз де біліп Солай ма? Бұл кімнің ісі? Жақ қойыңдаршы, бұл сендердің істерің. Кассиди дұрыс айтады, бүгін кеш келдіңдер ғой. Оны қалай дәлелдейсіңдер? Оп-оңай. Түнімен көшеде жүргендіктен қатты шаршап таңертең ұйықтап қалғансыңдар. Сондықтан кешігіп келдіңдер. Қателесесің. Вальтер, Бруно және Сэмми бізден де кеш келді. Я, рас айтасың. Бірақ бұл үшеуміздің түнде бірге жүретінімізді білдірмейді. Бұл мүмкін емес. Иә, бұл Бруноның семес. Мүмкін емес. Себебі ол түнде үйде болды. Қастандық жасау тек Фат пен Слайдың қолынан келеді. Солай ма? Сөзге жауап бере аласың ба? Оңай. Камерадағы екеу сендерден аумайды. Неге Сэмми мен тақтан көрмейсіңдер? Сэмми мен Слайдың бойлары бірдей ғой. Бос сөйлемеші. Қане салыстырып көрелік. Иә, шынымен де. Тақтың бойы менікі секілді ұзын. Қылмыскердің екеуі тапқан секілдіміз. Сэмми мен Так. Так ондай қылмыс жасамайды. Сонда не? Мен жасаймын ба? Айтқың келген осы ма? Олай деген жоқпын. Қара киімдердің қаскүнемдікке жақын екендігі бәріміз де білеміз. Иә, сайыс кейінге қалдырылса оған тек сендер кінәлі боласыңдар. Мойындағандарың дұрыс. Өз еріктеріңмен айтыңдар. Осында жетер, доғарыңдар. Кінәлі екендеріне көзіміз жетпей тұрып, ешкімді айыптай алмаймыз. Енес дұрыс айтады. Ең алдымен түнде мұнда кім болғанын табуымыз қажет. Мысалы, мен қылмыс жасалып жатқан уақытта ата-анаммен бірге кино көріп отырғанмын. Сондықтан менің мұнда болу мүмкін емес. Оны дәлелдей аламын, куәгерлерім де бар. Жақсы ой, Лила. Қылмыстың бетін ашуымыз керек. Инес екеуің әрбір ойыншының түнде немен айналысқандарын сұрап, тергегендерің жөн. Егер қылмыскерлерді анықтауға тырыссақ, Полағай сайысты ары қарай жалғастыруға рұқсат береді. Қалай ойлайсыңдар? Керемет ой. Дұрыс көрейік. Тамаша ой, келісем. Иә, қоштаймыз. Иә, дұрыс айтасыңдар. Иә, дұрыс айтасыңдар. Мен кеше ата-анаммен үй тапсырмасын орындадым. Ал мен түні бойы ас үйдің орындығында отырдым. Солай Кешкі ма? ас дәмді бол. Мен достарыммен бірге болдым. Жақсы, келесі. Мен әжеммен бірге бейне ойын ойнадым, сөйтіп жеңіліп қалдым. Мықты ойнайды. Сонымен, барлығыңнан кеше не істегендеріңді сұрадық. Сұраққа ала отырып, кеше сағат 11-де көшеде еш қайсысыңның болмағандарыңды анықтадық. Лорд, Зара, Саундус үшеуінің түнде қайда болғандарын нақты біле алмадық ақыры. Зараға келер болсақ, бойы бейне жазбадан көрген адамдардың еш қайсысымен сәйкес келмейді. Қылмыскер ол емес, Лорд пен Саундус қана қалды. Сонымен Лорд Саундус қандай да бір дәлелдерің бар ма?
Егер дәлелдерің жоқ болса, сендерді басты күдікті деп танимыз. Енді айтайын дегенім, мен... Екеуміздің бір ғана дәлеліміз бар. Біз жабай гүлдердің концертіне бардық. Жабай гүлдердің бе? Бұл топ сондай жаманды. Дәлелдей аласыңдар ма? Мен дәлелдей алам. Себебі онда мен де болдым. Екеуінің бірге жүргенін көрдім. Ол сіз бе болағай? Иә, бара ғой Тайбекс, ойнай бер. Сендердің сөздеріңді естіп тұрдым. Егер қателеспесем, ешқайсың жасаған қылмыстарыңды мойындағыларың келмейді. Қылмыскерлерді таба алмадық. Әрқайсысының өз дәлелдері бар. Бәрінен сұрап шықтық. Онда бәріңнен кешірім сұраймын. Сендерді бұлай айыптамауым керек. Кешірім сұрамай қойын. Иә, уайымдамаңыз. Көмектеріңе рахмет, бірақ бұдан ештеңе өзгермейді. Өткен түнде орын алған қылмысқа кімнің жауапты екенін таппайынша, сайыс кейінге қалдырылатын болады. Солай. Сәми, неге келдің? Дайындыққа өзімде барғалы жатыр ем. Әуре болма, ешқандай да дайындық болмайды. Себебі жақын арада сайыс ұйымдастырылмайды. Не? Өткен түні көшеде белгісіз біреулер ойын ойнап, көше шамдарын, камераны сындырып кетіпті. Бұзақылар ма? Кімдер? Бар мәселе сонда болып тұр ғой. Кімнің секені белгісіз, қылмыскерлерді анықтамайынша сайыс ұйымдастырылмайды. Бұл әділетсіздік қой. Міне, өздеріңде көріп тұрсыңдар. Мына бұзақылар кеше түнде тағы келді. Бұлай жалғаса берсе сайысты өткізуге мүлдем рұқсат бере алмаймын. Ал енді бұзақылардың ештеңе білдірмегендеріне көз жеткізу үшін көшені тексеріп келейін. Не дейді? Осы уақытта келесі ойынға дайындалып жатар едік. Олай деудің еш пайдасы жоқ. Иә, Болағайға көмектесуіміз керек. Бұл мәселені бір өзі шеше алмаса анық. Сонда не істегенімізді қалайсың? Менің бір ойлағаным бар. Ғимараттардың сыртына доғарыңдар деп хабарлама жазып қойсақ қайтеді? Өтінеміз бұзақы жігіттер, егер доғармасаңдар ата-анамызға айтып шағымданамыз. Масқара. Егер солай жасасақ, шынымен де доғарар. Сен ақылды болсаң бір амалын таппайсың ба? Көшені тінтіп қарайық. Не тапқың келеді? Саған ми тапқым келеді. Отырмын. Бірақ қандай да бір айғақ табылу мүмкін ғой. Олар байқаусызда бір заттарын қалдырып кетулері әбден мүмкін. Ханымдар мен мырзалар, инспектор Джойдың көшедегі таңғажайып оқиғаларын тамашалаңыздар. Иә, қуана тамашалаймыз. Иә, Джоуидің сөзіне мен де қосылам. Тексеріп көргеніміз жөн болар. Қандай айғақ табасың? Білмеймін. Қабырғаларға бірдеңе жазып, немесе бір заттарын ұмытып кетулері мүмкін ғой. Ендеше топтарға бөлініп жан-жақты қарап шығайық. Жарайды. Лила, Луна, үшеуміз құрылыс алаңын тексереміз. Ерекше нәрсе көрсек алып келеміз. Табылған ақыл, кіріселік. 1 сағаттан соң осында кездесеміз. Мен ештеңе таппадым, сендерші? Ештеңе жоқ. Зара? Қап, олар қандай да бір із қалдырулары мүмкін. Кәне іздеуді жалғастырайық. Онсыз да іздеп жүрміз ғой. Ей, бірдеңе тауып алған сияқтымын. Ол сен бе? Солай ма, кәне көрсетші, ол не? Айтсам күлесің ғой. Бірдеңе таптың ба? Қыздар, не тауып алғаныма қараңдар, айғақ. Келіп көрсеңдерш? Кешір, байқамай қалдым. Бер қоқысқа салайын. Жігіттер, мұнда біреу тығылып отыр. Бұл сен бе, Тайпекс? Бұл жақсы ой еді. Өкінішке орай уақыт жоғалттық, ештеңе де Олай таппадық. емес, Кассиди жәндік тауып алды ғой. Өте Не қызық. тауып алғанымызға қараңдар. Доп біздің доптардан өзгеше екен. Қане көрейік. Міне қараңдар. Мынау не таңба? Мұндайды бұрын көрмеппін. Ағайға көрсетейік. Мұндайды көрген емеспін. Мұнандай доппен ойнайтын топты көрген емеспін. Компьютерді қолдансам бола ма? Иә, не істеген Мына жатырсың? таңбаны ғаламтордан іздеймін. Иә, тамаша ой. Міне мынау ғой. Неге таңба табылып, осы таңбаның үстіне басша. Қане көрейік. Экстремалды футболдағы елестер тобының белгісі. Иә, мен бұл топ жайлы естігемін. Ойын барысында олар бетперде киіп алады. Сондықтан оларды ешкім танымайды. Дөрекі айла тәсілдермен Олардың танымал. жеке парақшасы бар ма екен тексерейік. Иә, сөйте ғой. Ол жайлы еш ойламаппын. Иә, нағыз өзі. Қараңдар, қолдарындағы допты байқадыңдар ма? Тамаша, бірақ олардың кім екенін әлі де білмейміз. Енді не істемекпіз? Олардың қайда тұратынын анықтауымыз керек. Осында келулерін сұрайық. Иә, дұрыс айтасың. Түскі асқа келіп кетсін. Бұл жаман ой емес. Қалайда олармен сөйлесуіміз керек. Оларға хабарлама жазайық. Қалай ойлайсыңдар? Ол да болады. Түстен кейін оларды алаңда кездесейік деп шақырайық.
Иә, солай жасайық. Әсілдеріңде олар ешқашан келмейді. Жақсы, слай, мүмкін басқа ойын бар шығар, а? жоқ. Тактың ойын жүзеге асырып көрейік. Қане сауындаус, хабарлама жібер. Доптарың бізде, егер мықты болсаңдар, бүгін түстен кейін алаңға келіп, доптарыңды алып кетіңдер деп жаз. Иә, солай жаз. Олар келмейтін сияқты ғой. Тағы да біраз күтейік. Мүмкін хабарламаны әлі көрмеген шығар. Неліктен түнде ойнайтындарын және бетпердеге етін сұраңдар. Олардың нағыз қорқақ екенін айтқым келеді. Кімді қорқақ деп тұрсың? Олар келді. Нағыз өздері елесте. Кәлеке кеттік. Мыналар кішкентай балақайлар секілді ғой. Жақсы, добымыз сендерде секілді. Иә, доптарың бізде. Сендер түнделетіп тыйым салынған алаңға келіпсіңдер, сөйтіп біраз заттарды сындырып кетіпсіңдер. Естеріңде ме? Келуге тыйым салынған жерге келіп, біраз заттарды сындырып кетіппіз. Бұл жерге тек экстремалды футбол сайысына қатыса алатындар ғана келеді. Дұрыс айтасың. Біздің де осы сайысқа қатысқымыз келген. Бірақ біреулер сайысқа қатысуға лайықты емессіңдер деп шешті. Бірақ біз бәрінен де мықтымыз. Біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Бірақ сендердің кесірлеріңнен сайысымызды кейінге қалдырды. Бүгін ойнай алмайтын болдық. Солай ма? Тамаша. Біз ойнамасақ сендер де ойнай алмайсыңдар. Бірақ бұларың дұрыс емес қой. Сайысқа қатыса алмағандарыңа біз кінәлі емеспіз. Сондай-ақ бұл алаң тек бізге тиесілі. Жарайды. Бір ұсынысымыз бар. Сендермен сайысамыз. Егер жеңсек допты қайтарасыңдар және мына алаң біздікі болады. Не дейді? Біз бе? Егер жолдарың болып бізді жеңсеңдер, алаңдарың өздеріңе қалады. Сонымен ұсынысты қабылдайсыңдар ма? Не істейміз? Жарайды, келістік. Ертең осында кездесейік. Міндетті түрде келеміз. Кәне кеттік. Иә, Пол ағайға айтқанымыз дұрыс болар. Бұл ойынға келісетініне сенімсіз. Дұрыс айтасың, Инес. Менің де сенімім аз. Егер Пол келісімін берсе, оларға қарсы ойнайтын топтан анықтауымыз қажет. Неге? Бүгін біз ойнауға тиіс едік. Сондықтан олармен біз ойнайтын боламыз. Сендерді жеңіп кететіні сөзсіз. Олардың мықты екенін байқамадың ба? Сондықтан жігіттерге біз, яғни ниндзялықтар ғана тойтарыс бере алады. Бірақ біздің ең мықты топ екенімізді ұмытып кеткен сияқтысыңдар. Күлкімді келтірмеші, қара киімділердің мықты екенін бәрі біледі. Жоқ, біз мықтымыз. Босқа үре болмашы. Ниндзялар ойнайды. Біз мықтымыз. Жақсы, кәне тынышталыңдар. Инес, Полдың ойын біліп келсен қайтеді. Мен бе? Жақсы, сұрап Бізден келейін. аса алмайсыңдар. Кешірім сұраймын, бірақ бұл ойынның өтуіне рұқсат бере Неге алмаймын. рұқсат бермейсіз? Егер біз жеңсек, олар мұнда аттап баспайды. Білемін, бірақ... Тыңдаңызшы, бұл барлығымызға қатысты мәселе. Сондықтан мұны шешуге барлығымыздың атсалысуымызға рұқсат етіңіз, өтінемін. Келісіңізші. Келісіңізші. Жақсы, бәрі ойдағыдай болады деп үміттенемін. Әрине бәрі дұрыс болады. Рахмет балағай. Қай топтың мықты екендігін айтып дауласа бергенше, әр топтың мықтылары шығып, топ құрсаңдар қайтеді. Табылған ақыл. Мен шабуылшы болар едім. Неге сен? Біліп қойыңыз, себебі мен мықтым. болады. Әрине сен боласың, Джоуи. Мен алыңдар. Мүмкін емес, менен асқан қақпашы жоқ. Дауласпай тезірек шешіңдер. Ертеңгі ойынға дайындалайық. Вақтымызға орай, аға ертеңгі ойынға келісімін берді. Тамаша. Менің ұсынысым бар. Тек топ басшылар ойнасын. Сол кезде барлық топтың аты аталады. Иә, бұл ойын жаман емес екен. Бірақ араларыңда жалғыз қызым менмін. Лила дұрыс айтатын, жалғыз қыз болған әділетсіз. Онда сен менің орныма шықсаң болады. Егер қарындасымыз тобымыздың атын шығарып жатса, қарсылығымыз жоқ. Келісемісің? Әрине келісем. Зара керемет шабуылшы. Жақсы, керемет. Біз бәріміз келістік. Қараңдар. Олар келді. Саған биіктен қалай секірет? Қандырай неткен мықты. Міне, біз келдік. Дайынбыз. Біз де дайынбыз. Бұл Пол ойынға төрелік етеді. Төрешінің қажеті қанша? Иә, керек емес. Өйткені біз әділ ойнаймыз. Өз ережелеріміз бар. Төреші сол тұрады. Келіспесеңдер, біз ойнамаймыз. Өзіңді кімін деп тұрсың? Бәрібір жеңіске жететіміз сөзсіз. Рас айтасың. Жақсы, барлығың орындарыңа барыңдар. Елестердің қақпасы саябақтың шығыс жағында, ал экстремалды футбол тобының қақпасы серуендейтін алаңның солтүстік жағында болады. Ойынды бастау үшін әр топтан бір ойыншы шығады. Қиын емес. Әрине, топ басшы ортаға шығу керек. Сэмми, мұнда 5 топ басшы бар. Бір топта 5 топ басшының болу қиындық туғызбас па екен? Зара! Қане тезірек шешіңдер. Әлде Вальтер бола ма? Иә, Вальтер болсын. Жарайды, ендеше ойынды бастауға дайын болыңдар. Иә, қане, орындарыңа тұрыңдар. Топтан! Жіберіп алдық. Олар ұйымдасып ойнай алмайды ау. Бәрі, мені жалғыз қалдырып кеттіңдер. Қорғаныста да, қақпада да ешкім жоқ, тездетіңдер.
Тым кеш. әзіліңде Жарайсыңдар. Елестердің еншісінде бір ұпай. Оңай болды. Не істеп тұрсың? Саған қақпашысың деп айтып едік. ол менің емес сендердің шешімдерің болды. Ойын жалғастырамыз. Дайынсыңдар ма? иә дайынбыз Не істеп онда ешкім жоқ екен сонда рас Жолдан былай тұр. Ақымақ қыз. Қайттық. Тағы бір топ салатын болды. Жарайсың, Сәми, қақтыр. Кәне, алға. Сары баланың соңына сен. Қайда барасың? Вальдертен! Не істедің? Олардың алдала қайда білейін? Қане қорғанысқа қайтыңдар. Слай, Вальтер, Сарамен бірге барыңдар. Оларды тоқтатуымыз керек. олар өте жылдам қой жете алмайды Тағы да доп саламыз. жоқ осындамын Осында болсаң қайтейін. мүмкін емес Тағы да гол. Елестердің еншісінде 2 ұпай болды. Олар өте әлсіз екен. Не болды, айға қарап тұрсың мен ба? бе кінәлі өзің қайда болдың мені жалғыз қалдырып кеттіңдер әбесіздік Сонда қой мен кінәлімін бе? Олар не істеп тұр? Жеңу үшін ұйымшыл болғандар дұрыс қой. Қалаған уақытымызда келуге мүмкіндік туған секілді. иә өз үйімде жүрген секілдімін Ойын жалғасуда, кәне кәне. неге маған олар менің айналамда ғой Допты маған бер. не сендер де қорықпай Қане, Зара! Шыққан, Зара мінекей. не істеп тұрсың сәми оларға кедергі жаса Доп салайық. вальтер сенің қолыңда артқа қайтыңдар мені жалғыз қалдырмаңдар Тағы бір рет сабақ алуға дайынсыңдар ма? Ортаға қарай. Үшінші голды салуға мүмкіндік бе? Елестер тобы 3-ші добын салды. Жақсы. Бірінші кезең аяқталды. Үзіліс жасаймыз. бұдан артық шыдай алмай Неткен сұмдық. Ойын әлі аяқталған жоқ қой. Бірінші кезеңде жолдары болмады. масқара олар бізді ойсырата жеңеді бұл не қылғандары жан жақта шашырап жүрсіңдер Олар өте мықты. Ендеше біздің орнымызға шықсаңшы. оларға қарсы ойнай алмаймын Онда тыныш тұр. Рас, олар өте мықты топ. Бірақ сендер де осал емессіңдер ғой. иә дұрыс айтасың ең басты мәселеміз мынау кім мен бе? сен жалғыз ойнағанды ұнатасың Олай емес, жалған. Оны босқа жазғырмай-ақ қой. Бір топтың ойыншылары ортақ ымыраға келіп, бір-біріне жәрдемдесіп, ұйымдасып ойнау керек қой. Ал сендер ойын басталғалы бері жеке дара жүгіріп жүрсіңдер. ойын барысында бір-біріне қарсы ойнап жүргендейсіңдер Экстремалды футболдағы топтардың атынан шығып жатқандарыңды ұмытпаңдар. Барлығың бірге ойнауларың керек. Бүкіл ойыншының атынан шыққан соң осы ойында жеңулерің керек. Жоспар құруға әлі де кеш емес. Әрқайсың өздеріңнің мықты тұстарыңды еске алыңдар. ол дұрыс айтады Иә, достар, үнемі солай. жоспар құрсақ қайда Иә, қане. Бәріміз бірлескеніміз жөн. Үзіліс аяқталды. Ойында әрі қарай жалғастырайық. Елестерді жеңуге қолдау көрсетесіңдер ме? иә ниндзялықтар да осында әрине Осындамыз. Иә, желаяқтар да бар. әрине біргеміз уайымдамаңдар дель торо да қосылады әдемілер сенім артыңдар осында. Қане, Лила. абайла олар келе жатыр жақсы вальтер маған теп Оны тоқтатамын. Не? Баяғы әдет не басты? Вальтер, топпен ойнауды ұмытпа. Зараға тек. Иә, түсіндім. Қалай ойнау керектігін Лила, көрсетейін. қақпалы байқа. Оны тоқтатыңдар. Айтуға оңай ғой. жарайды мила жарайды қане гол салайық вальтер қақ топпен ойнауды ұмытпа жалғыз емессің Уайымдама, түсіндім. Зара! Мүмкін емес. Экстремалды футбол тобы гол салды. Елестер 3 ұпаймен алда келеді. Ойынды бастаңдар. Қане, есемізді жібермей. Қазір. менен ары жүр қорқын Ей! Айып. Амансың ба Слай? Жарақаттанған жоқсың ба? Амамын. Уайымдама. Экстремалды тобы қақпаға топ тебеді. Бұл доп қақпаның тура ішіне кіретін болды. Иә. Дайынсыңдар ма? Қараңдар, тосын сый. Олар емеспін. Экстремалды футбол тобы тағы гол салды. Есеп 2-3. Елестер алда келеді. Жүзеге асты. Қане, орнымызға барайық. Тезірек лақтырсаң шай. Я шуланба, міне. қане оны тоқтатыңдар Келіңдер, барлығына төтеп беріп. Кідірме топты теп. Мына шумен өзім айналсам. Міне қараңдар. Жарайсың, доптан айырылма. Слай, алға қарай тек. Міне, абайла. Рахмет. міне вальтер көңіліміз көтерейік Босқа үрі болма. Сен жоқ. Сенен ар емеспін. Экстремалды футбол гол салды. Есеп 3-3. Есеп теңесті. Ойын жалғасуда. Зара, артыңда абайла. Не? Кәне теп. Саған тептім. иә қазір бізге тептің
Қане, әлі де үлгереміз. Слай! Зара, саған тебем! Ол қалай болды? Экстремалды футбол тағы да гол салып, бүгінгі ойынның жеңімпазы атанды. Енді не істейміз? Олар бізді жеңіп кетті, сондықтан бұл жерден кетуімізге тура келеді. Жеңіліп қалдыңдар ғой, енді алаңымызға жолаушы болмаңдар, түсіндіңдер ме? Сондырған нәрселеріңе тез арада айыппұл төлемесеңдер, сендерді міндетті түрде толғаламын. Жарайсыңдар, екінші бөлімде жақсы ойын көрсеттіңдер. Иә, бәріміздің атымызды шығардыңдар. Сендерді мақтан тұтамыз. Бірге күш салдық. Жарайсыңдар, кінәлі адамдарды анықтағандықтан келесі аптадан бастап сайысты қайта жалғастырсақ болады. Барлығыңа рахмет. Бруно осы ойды айтпағанда, бұл мәселені шеше алмас едік. Бәріміз ат салыстық. Топпен бірге ойнасақ, жеңіске жететінімізді білдік. Тіпті Слай да білді, солай ма Слай? Неге олай дейсің? Бізден күшті топ шығады екен. Бірақ егер саған допты теппегенімде, қақпаға сала алмас едің ғой, солай ма? Не? Тағы да өзіңді мақтайын деп тұрсың ба, Сэмми? Иә, әрине. Оны білмеуші ме едің? Жоқ, тағы да бастамақшы. Қарындашы! Зараныкі жөн, алайда. Иә,